Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында жасалу жолы өте оңай, құрамы 3 ағзаттан тұратын табан нанның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл табан нанды үйдегі газ пешке, болмаса далаға кезекке жапса да болады. Ол үшін бізге керегі қайнаған ыстық су, ұн, тұз және де ашытқы. Құрғақ ыдысымызға қайнаған ыстық суымызды құйып аламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұзымызды салып, әбден араластырып, ерітіп аламыз. Тұзымызды ерітіп алғаннан кейін, оның үстіне ашытқымызды салып араластырамыз. Одан кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнның барлығын бірден сала салмай, 2 бөлікке салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды өте жұмсақ қылып илейміз. Қолға жабысқақ болса да болады. Егер де ұнын көбірек салып қойған болсаңыз, қамырымыз қатты болып, нанымыз көтерілмей қалады. Қамыр илеу үшін менде 500-600 грамм ұн кетті. Ол сіздің қолданып жатқан ұныңызға және де оның сортына байланысты. Міне осылайша жұмсақ қамыр иледік. Енді илеген жұмсақ қамырымыздың үстіне қайнаған жылы сумен барлық жеріне тигізіп, суымызды бүркіп шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыз. Мінекей, әдемілеп барлық жеріне суымызды тигізіп бүркіп шықтық. Енді қазір видеода көрсетілгендей етіп, нанымызды екінші бетіне аударып қоямыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын. Енді оның бетін пищевой пленкамен, болмаса қақпақпен жауып, жылы жерде 30-40 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтеріліп ашығанша. Қамырымыз көтеріліп ашығаннан кейін 2 рет немесе 1 рет қайырып барып пісірсеңіз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Мен қамырымды 2 қайырып барып пісірдім. Менде 2 табаннан шықты. Біріншісін пісіріп алдым. Енді міне екіншісін саламын. Қамырымыз сондай нәзік әрі жұмсақ болып шықты. Қамырымызды табаға салып, бетін өзіңіз қалауыңызша сәндеп, қамырымызды қызып тұрған пеште 15-20 минутқа пісіріп аламыз.